Matthias Blübaum, Ramesh Babu Praknan'da Fide Grand Suisse. D4, E6, C4, піл B4 шах, ат C3 алдық. Бұл енді қосарланған сарбаздар. F5, тамаша жүрістердің бірі, мына E4-тегі торды бақылауға алу. E4 алдық, уәзір G4. Біріншіден мына жерге шабуыл жасадық, екіншіден мына жерге шабуыл жасадық. Уәзір E7 алдық, ат F6, уәзір C2, B6, ат F3, піл B7, піл E2, D6, рокировка. Ат D7, піл E3. Енді болашақта бәрбір мына піл, мына атқа қарағанда, және мына атқа қарағанда мықтырақ екені түсінікті. Және жартылай ашық жолда, мына Е сарбазы осал боладау деген ойдамын. Рокировка ат D2, E5, тура А, E1, патша H8 және піл D1. Тура А, E8, F4. Бұл мына пілдің жолын ашудың бір жолдары. Мына аттар бір-біріне кедергі жасап тұрғаны белгілі. Алдық, және уәзір F7. F1, тура E7, уәзір D3, бұлай, және бұлай. Алдық, және ат F8. Уәзір E3, ат G6, піл G3, уәзір D7, H3. Мына торды бақылауға алу, және соңғы қатардың әлсіздігі. Мынау жел көз болады. Уәзір F5, D5. Енді мына пілдің аузын жабуға тырысуымыз керек. Піл 6, A3, патша G8, піл E2, ат негізгі орталыққа келді, алдық. Бұл енді өтетін сарбаз екені белгілі, және болашақта бұған міндетті түрде қарап тұру керек. Ат F3, уәзір E4, алдық, және піл D3. Есептейміз 1, 2, 3, және 1, 2, 3. Әзірше тең ойын. B5, C5, және ат D5. Мына сарбазды алды, бірақ Matthias Blübaum мына сарбазға қазір шабуыл жасайды. B7 алдық, және C6. Міне осы жерде Рамеш Бабу Пракнан'да қателесті. Өрескел қате деп айтуға болады, өйткені рейтингісі 2785. Бұндай адамдар үшін бұндай қателік қиын. Енді C6 біріншіден мына пілдің мүмкіндігін мүлдем тоқтатып тастады, болды, бұл пілім жоқ деп айтуға болады ресми түрде. Неге бұндай шешім қабылдаған түсініксіз? Піл E4 бірден, ат C3, алдық, және артық сарбаз. Артық сарбаз үлкен басымдық екенін ұмытпаңыздар. Ойынның соңында әсіресе эншпилде бұл өте үлкен басымдық. Бұлай D4, C6, патша F2, патшаның белсенділігі маңызды дүние, және ақырындап патшамен жақындаймыз. Алдық, шах, артқа қарай, және патша C4. Патша F3, патша B3, ат E3, балаганның сүйікті аттарының бірі, бұлай, және ат G4. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз, және мына жерге шабуыл жасап. Бұлай кеттік, патшаның белсенділігі қаншалықты маңызды екенін осындай кезде түсінесіздер. Амал жоқ, бұлай барады, патша мынаны алады, содан кейін ақырындап мына сарбазды ақырындап жылжытады, содан кейін мынаның да түбіне жетеді. Міне осы жерде Matthias Blübaum қарсылас тұтты. Енді бұлай жүруі мүмкін, амалсыз. Сіз мынаны аласыз, енді мынаған жағдай онша емес болады. Енді бұлай бару керек шығар. Енді ақырындап, көріңіздер, мына жақта көрсетіп тұр. Кеттік. H5, немесе B4, H6, алдық, бұлай, және осымен ойын аяқталды.